Ауыл шетіндегі ескі үйдің терезесінен таңның алғашқы шуағы сығалап тұрды. Сол үйде 70-тің жотасына шыққан Гүлзипа әже тұратын. Ол ауылға аты мәлім, мінезі қатал, сөзі қысқа, бірақ жүрегі жұмсақ ене еді. Гүлзипа әженің жалғыз ұлы Серік қалада оқып, содан жұмыс істеп жүрген. Бір күні ол қала жақтан бір қызды ертіп келді. Қыздың аты Айдана. Қаланың қызы, сөзі сыпайы, киімі жарасымды, бірақ ауыл тірлігіне аса үйренбегені бірден білінеді. Гүлзипа әже келінді алғаш көргенде мынаның қолынан не келеді екен деп іштей сынап қойды. Ал Айдана болса енесінің бір қабағын, бір үнсіздігін байқап, жүрегі алай-дүлей болып тұрды. Келін болып түскеннен алғашқы күннен бастап Айдана үшін бәрі сынақ болды. Таңғы 5-те тұру, сиыр сау, қамыр илеу, от жағу, мұның бәрі оған жат еді. Келін шайдың дәмі келмей тұр, деді бір күні Гүлзипа әже. Айдана үндемей шайды қайта демдеді. Бірақ әженің қабағы бәрібір ашылмады. Қазіргінің қыздары тек телефонға үйренген, деп қояды әже, Серікке естіртіп. Серік екі оттың ортасында қалды. Анасы өмір бойы бар ауыртпалықты жалғыз көтерген жан, ал жары жаңа өмірге бейімделуге тырысып жүрген жас келін. Бір күні Айдана сиырдың уақытында сауып үлгермей қалды. Сиырды мөңіреп ауылда абыр-сабыр болып алып жүр. «Қарап тұрмайсың ба?» деп даусы қатты шықты Гүлзипа әженің. «Мен үлгермей қалдым», деді Айдана көзіне жас алып. «Үлгермей қалдым дей ме? Келін деген осы ма?» Айдана шыдамай. «Мен қолдан келгенін жасап жүрмін ғой», деп жылап жіберді. Үй іші тым-тырыс болып қалды. Серік анасы мен жарына қарап не айтарын білмей тұрды. Сол күні Айдана бөлмесіне кіріп алып ұзақ жылады. «Мені ешқашан қабылдамайтын шығар», деп ойлады ол. Түнде Гүлзипа әже ұйықтай алмай шықты. Көз алдына өзінің жастық шағы келе берді. Ол да бір кездері жас келін болып түскен. Өз енесінен бір жылы сөз естімей, күні-түні демей жұмыс істеген, жылап жүріп, тістеніп жүріп шыдаған. «Мен көргенді неге келінім де көру керек?» деп өз-өзіне сұрақ қойды әже. Сол түні ол сандықтың түбінен ескі ақ жаулығын алып шықты. Бұл ақ жаулықты марқұм енесі бір күні шыдасаң бақыт табасын деп берген екен. Араға бірнеше күн салып Гүлзипа әже ауырып қалды. Төсектен тұра алмай, Серік жұмыста болды. Айдана екеуі ғана үйде. Айдана енесінің басына суық терін сүртіп, дәрісін уақытында беріп отырды. Түнде ұйықтамай қасында болды. «Гүлзипа әже, неге бұлай жасап жүрсің?» деді бір күні әлсіреген әже. «Сіз менің анамдайсыз ғой», деді Айдана. Осы сөз Гүлзипа әженің жүрегін елжіретіп жіберді. Әже оңалып келе жатқан күні Айдананы шақырып алды. «Келін, бері кел», деді. Айдана үндемей отырды. Гүлзипа әже сандықтың ашып түбінен әлгі жаулықты алып шықты. «Мұны мен енемнен алғанмын, енді саған беремін. Бұл разылықтың белгісі», деді. Айдананың көзіне жас парлап кетті. «Апа, мен сізді ренжіткен болсам кешіріңіз. Мен де қатты болдым», деді Гүлзипа әже қызына қарап, келініне қарап. Сол сәттен бастап үйдің ішінде атмосфера өте өзгерді. Бақытты үйге, бақытты отбасыға айналды. Уақыт өте Айдананың ауыл тірлігіне әбден үйренісіп кеткенін Гүлзипа әже байқады. «Менің келінім алтын», деп ауылдастарына мақтанып жүрді. Бірде Серік жұмыстан келіп, «Үйіміз жылып кеткендей», деп күліп қояды. Гүлзипа әже немересін қолына алып отырып, «Келін мен ене жау болмау керек екен балам. Бір-бірін түсінсе, үйдің берекесі тасиды», дейді. Ақ жаулық енді шаңырақтың берекесіне айналды.